Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет ерекше торт, кеселді торттың рецептімен бөліскім келеді. Бұл торт өте оңай жасалады және өте ерекшелігі дәмінде сөз жоқ. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен бізге осылай 3 жұмыртқамызды саламыз да, жақсылап миксерлеуіміз қажет болады. Жай жылдамдықтан бастап, үлкен жылдамдыққа дейін жаймен деп апарып миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамыз өте сондай көпіріп ағаруы қажет. Сол кезде біздің жаңағы кеселді коржымыз жақсы көтерілетін болады. Міне мен сіздерге мұнда көрсетіп тұрмын. Үлкен жылдамдығына дейін апардым. Мінекей жұмыртқалы массам керемет болып көтерілді. Ендігіде мен жаңа үгітілген кеселімді түгелмен салып жіберемін де, тағы да жақсылап миксерлеп араластыратын боламын. Содан соң осындай ситаға қамыр қосқышыммен 2 қасық ұнымды салып, осылай өткізіп аламын. Барлығын тағы да жақсылап миксерлеп аламын. Мінекей массамыз дайын болды. Ендігіде табама майды жағып жіберемін кішкене, пергаментный қағаз төсеп, үстіне құйып 200 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боламын. Дәл осындай етіп, мен 2 корж пісіріп алған болатынмын. Сіздерге де дәл осылай жаңағы сол 3 жұмыртқадан қайталап, 2-ші коржда осылай пісіріп алуларыңызға болады. Мінекей осылай менің корждарым пісіп шықты. Және де мен оны тағы да ортасынан бөлген болатынмын, екеуінде. Сонда міне 4 болып шығады. Барлық корждарымды осылай бөлгеннен кейін крем жағып бастаймын. Менде кремді өзім үйден жасаған болатынмын, қайнатпалы крем. Егер де сіздерге ол басқа крем ұнайтын болса, сіздер өздеріңіздің ұнатқан кремдеріңізді арасына жаға берулеріңізге болады. Мен осы кремнің сілтемесін астына қалдыратын боламын. Сіздер жасап көріңіз. Мінекей осылай барлығын жинап шықтым. 4-еуін жинап болғаннан кейін осылай жанына да крем жағып шығамын. Содан соң бетіне қалған кремнің барлығын түгелмен жағып, кішкене тоңазытқышқа салып қойдым. 1 сағаттай уақытқа. 1 сағаттан кейін көріп тұрсаңыздар, мына крем кішкене қатайды. Мен оны осылай әсемдеуге алып шыққан болатынмын. Енді осылай банан, кивиларды қойып шықтым. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жаңа жылдық етіп әрлеулеріңізге болады. Мінекей тортымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер. Өте сондай қолжетімді, үйдегі бар нәрселерден жасалатын керемет торт. Ең бастысы дәміне сөз жоқ енді. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жаңа жылдық үстелге өте керемет үйлесіп кетеді. Мінекей арасын сіздерге көрсетіп жатырмын. Сондай нәзік болып шығады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Осы тортты жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мінекей осылай бөліп алғанда да өте нәзік болып шығады сондай. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тағы да көптеген видеолар салатын боламын. Сау болыңыз.